мен ойлаймын, ана болу, әке болу ең бір Алланың сыйлаған бақыты. Сондықтан баланы дүние әкелгеннің өзінде өзін адам бақытты деп сезіну керек. Сондықтан аналардың ең бастысы ол ана болған, аналық миссиясын орындағанның өзі бір бақыт. Сондықтан әйел адамдар бірінші осы тыңдап отырған замандастарға біз ана болғанымыз үшін біріншіден өзіміз бақытты сезінуіміз керек, жағдайдың бар екенін білуіміз керек. Енді әркімнің өмірі әртүрлі ғой, енді барлығын мен бір неге реттеуге болмайды. Сонда да екінші, енді бана айтып кеттім ғой, қандай да бір жағдай болса да, балаңыздың көзі тірі қасыңызда болса, енді уақытында қаралып, бар мүмкіндікті пайдаланып,